Сәлем достар, мен сендерге бүгін мақта қыз бен мысық деген ертегі айтып берем. Баяғыда бір заманда мақта қыз үйін жинап жүріп мүйіз тауып алыпты. Сол мүйізді мысыққа бөліп бергісі келеді. Мысығым, бергеш. Естілмейді. Мысығым, бергеш. Естілмеді. Мақта қыз ол мүйізді өзі жеп қойды. Содан біраздан кейін мысық келеді да мақта қызға айтады: мақта қыз, не үшін мені шақырдың дейді. Мақта қыз үндемейді. Мысық айтады: онда мен сенің сүтіңді төгемін дейді. Мақта қыз айтады: онда мен сенің құйрығыңды кесемін дейді. Мысық сүтін төгеді. Мақта қыз құйрығын кесіп алады. Содан мысық айтады: менің құйрығымды қайтаршы дейді. Мақта қыз айтады: сен бірінші маған сүт әкеп бер дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші дейді. Сиыр айтады: маған жапырақ бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші дейді. Ағаш айтады: маған су бер дейді. Бара жатып алдынан қыздар шығыпты. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар айтады: бізге сағыз бер дейді. Мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші айтады: маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауық айтады: маған дәм бер дейді. Мысық бара жатып алдынан тышқан шығыпты. Тышқанды бас салыпты. Мысық айтады: үйінде не бар, маған бер дейді. Тышқан айтады: үйімде дәм бар дейді. Мысық айтады: маған бер дәнді дейді. Тышқан мысыққа дәм береді. Дәнді тауыққа береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш мысыққа жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр мысыққа сүт береді. Сүтті мақта қызға береді. Мақта қыз мысыққа құйрығын қайтарып береді. Сөйтіп, мақта қыз бен мысық қайтадан дос болыпты. Балалар, менің ертегім сендерге ұнады ма? Ұнаса маған лайк басып, маған жазыңдар. Кездескенше жақсы жатып, жайлы тұрыңдар. Пока!